Баршаңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздермен осындай саған тортын жасайтын боламыз. Менімен бірге болып видеоны соңына дейін көріңіздер. Бұл торт өте дәмді, өте нәзік болып шығады. Ең алдымен корждарды дайындап аламыз. Ол үшін жұмыртқамыздың үстіне қантымызды салып, миксердің көмегімен жақсылап көпіршітіп аламыз. Бөлек ыдысымызға қантымыз бен майымызды салып, су моншасында ерітіп аламыз, немесе микроволновкада ерітіп алуыңызға болады. Еріп болғаннан кейін кішкене суытамыз, бірден сұйық массаға қоспаймыз, себебі жұмыртқаларымыз пісіп қалуы мүмкін. Кішкене суып болғаннан кейін шоколадты массамызды жұмыртқалы массамызға құйып, миксердің көмегімен тағы да жақсылап араластырып аламыз. Бөлек ыдысымызға құрғақ ингредиенттерді салып, дайындап қоямыз. Ол жақта ұнымыз, какао және қопсытқышты алып, өлшеп міндетті түрде бөлек ыдыста електен өткізіп дайындап аласыздар. Барлығын көз мөлшерімен емес, міндетті түрде таразыға тарта отырып, дұрыстап қосу қажет. Сол кезде біздің корждарымыз жақсы көтеріліп, үлпілдек әдемі болып шығады. Өздеріңіз көріп тұрғандай, бұл корждар Buffify тортының корждары және оригинал рецепт. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, сіздердің де торттарыңыз дәмді болып шығады. Барлығы араласқаннан кейін міне бізде осындай сұйықтық шығады. Енді бұл сұйық массамызды алып, кондитерлік қапшықтың көмегімен салып, міндетті түрде кондитерлік қапшыққа салыңыздар. Сол кезде сізде біркелкі тегіс корждар шығатын болады. Егер қасықпен құятын болсаңыз, барлық жерге біркелкі жағылмай, корждарыңыз қисық болып қалуы мүмкін. Алдын ала пергамент қағаздарымызға сандарымызды сызып аламыз керекті мөлшерде, және осылай кондитерлік қапшыққа құйылған корждарымызды басын кесіп тастап, осы қағаздарға орналастырамыз. Дәл видеода көрсетілгендей барлығын орналастырып шығамыз және алдын ала қызып тұрған пешімізде пісіріп алатын боламыз. Әркімнің пеші әртүрлі пісіретін болғандықтан, пісіру уақытысын және де пісіру градусын өздеріңіз қадағалап отыруларыңыз қажет. Дәл видеода көрсетілгендей осылай орналастырып, тортымыздың корждарын жақсылап пісіріп аламыз. Міне біздің корждарымыздың барлығы пісіп шықты. Менде 3 дана осындай корж шықты. Барлығын өлшеп кесіп алдым. Артық бөліктерін алып тастадым. Енді кремді дайындайтын боламын. Ол үшін ірімшігіміздің үстіне қантымызды салып, миксердің көмегімен шай жылдамдығында 1-2 минуттай жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болғаннан соң үстінен салқын кілегейімізді құйып, миксердің жай жылдамдығынан қатты жылдамдығына көтере отырып, жақсы крем өз қалпын ұстағанға дейін араластырып аламыз. Видеода көрсетілгендей сіздерде крем өзінің соңында қатты күйін ұстау қажет. Сол кезде біздің креміміз жұмыс істеуге дайын болады және жұмыс істеуімен өте оңай болады.
Міне осындай болып креміміз дайын болды. Енді кондитерлік қапшығымызға орналастырып, тортымызды жинайтын боламыз. Мендегі насатканың номері 808 насатка. Сол бойынша мен тортымның кремдерін жағып, осылай видеода көрсетілгендей жинап шығамын. Және жинап болғаннан кейін торттыңыздың бетін өзіңіздің қалауыңыз бойынша әрлесеңіз болады. Мен жеміс-жидектердің және де арнайы кондитерлік дүкендерде сатылатын бетіне себетін посыпка деп аталады. Сондай заттармен бетін әрлеп шықтым. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте жасалуы оңай және өте дәмді, жұмсақ, нәзік торт болып шығады. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған әдемі. Келесі видеоларымда кездескенше сау болыңыздар.